Баршаңызға сәлем. Алдымен каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Егер каналға тіркелсеңіздер, мен сіздерге бұдан да көп пайдалы ақпарат беретініме сенімдімін. Біздің екінші сабақ was were деп аталады. Бұл to be'дің өткен шағы. Егер сіздер to be тақырыбын көрмеген болсаңыздар, жоғарыдағы сілтемеге өтіп, сабақты қарап шығуларыңызға болады. Бұл көмекші етістіктерді біз қай кезде қолданамыз? Мен қандай болдым, мен кім болдым, қайда болдым, қаншада болдым деген сияқты кездерде қолданамыз. Сонымен әдеттегідей біз есімдіктерімізді жазып алайық. Қолдану ретіне келсек, бізде was деген жекеше түрде, ал were бізде көпше түрде қолданылады. Яғни I, he, sheге was, ал you, we, theyге were көмекші етістігін қолданамыз. Сонымен мысалға кірісек. Алдымен мен кім болдым деген сұраққа жауап берейік. Мысалы, әнші. A singer. Мен әнші болдым. I was a singer. Тағы бір мысал алайық. Олар әнші болды. They were singers. Көпше түрде S жалғауын жалғаймыз. Енді мен қандай болдым деген сұраққа жауап берейік. Мысалы, strong сөзі күшті деп аударылады. Мен күшті болдым. I was strong. Сен күшті болдың. You were strong. Дәл осы реттілікпен айтамыз. Келесі, қайда болдым деген сұраққа жауап беріп көрейік. Мысалы, in America. Мен Америкада болдым деп айтайық. I was in America. Сен Америкада болдың. You were in America. Ол бала Америкада болды. He was in America. Дәл осы реттілікпен сөйлемді құраймыз. Енді, сонымен қатар 30 жаста болдым деген кезде қолданамыз. Мысалы, 13 жаста алайық. Мен 13 жаста болдым. I was 13 years old. Сен 13 жаста болдың. You were 13 years old. Дәл осы реттілікпен біз сөйлемдерімізді құрайды екеміз. Бізде бұл құралған сөйлемдердің барлығы да болымды сөйлем, ал болымсыз сөйлем құрау үшін көріп тұрғандарыңыздағыдай біз көмекші етістіктерден соң notты жалғаймыз. Мысалы, мен әнші болған жоқпын деп I was not a singer деп айтамыз. Сен әнші болған жоқсың. You were not a singer. Жалпы қысқартылған формасы wasn't және weren't. Яғни was notты wasn't, ал were notты weren't деп айтсақ болады. Сонымен қатар біз сұраулы сөйлем жасап көрейік. Ол үшін көмекші етістікті сөйлемнің алдына шығарсақ жеткілікті. Мысалы, мен әнші болдым ба? Was I a singer? Сен әнші болдың ба? Were you a singer? Біз әнші болдық па? Were we singers? Дәл осы реттілікпен біз сұраулы сөйлем жасаймыз. Осымен біз болымды, болымсыз және сұраулы сөйлемдерді жасап үйрендік. Тақырып сіздерге түсінікті болса, онда практика жасап көрейік. Мысалы, мен кішкентай болғанмын. I was small. Мен кішкентай болмағанмын. I wasn't small. Мен кішкентай болғанмын ба? Was I small? Енді берілген сөйлемдерді өз беттеріңізше аударып көріңіздер. Сен кішкентай болғансың. Сен кішкентай болмағансың. Сен кішкентай болғансың ба? Жауабын комментарийге жазып қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі сабақта кездескенше, goodbye.